Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз бүкіл әлемдік көрмелер тарихы. Оқу мақсаты мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін түсіну, дұрыс қолдану. Күтілетін нәтиже бүкіл әлемдік көрмелер тарихынан мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған жетекші сұрақтарын құрастыра алады. Қазақ тіліндегі сөйлем соңында келетін саралаушы тыныс белгілерін дұрыс қолданады. Тыңдалым мәтіні. Бүкіл әлемдік көрмелер тарихынан. Бүкіл әлемдік көрмелер тарихы 1851 жылы Лондонда өткен бүкіл халықаралық өндірістік жұмыстарының ұлы көрмесімен басталды. 1928 жылы 22 қарашада Парижде көрме қызметін реттеу мақсатында халықаралық көрме бюросы құрылды. 1851 жылы Лондонда көрмені өткізу үшін Хрусталь сарайы салынды. 1855 жылдан бастап халықаралық көрме қалашықтары салына бастады. 1893 жылы Чикагодағы Аққала осындай қалалардың алғашқы қарлығашы. Бүкіл әлемдік көрмеде ұсынылған өнер арасында маңызды орын сәулетке берілді. Көрмені қабылдаған қалалар бірегей ғимараттар салуға тырысты. Брюссельдегі Атомиум, Барселонадағы Манчуш ұлттық сарайы, Париждегі Эйфель мұнарасы. 1960 жылдан бастап жаңа технологиялар дәуірі басталды. 1962 жылы Сиэтлдегі бүкіл әлемдік көрменің тақырыбы ғарыш дәуіріндегі адам. 1967 жылғы Канаданың Монреал қаласындағы павильонда көрермендерге ғарыш кемелері ұсынылды. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бүкіл әлемдік көрмелер тарихы қай қаладан, қай жылы бастау алған? Хрусталь сарайы не үшін салынды? Көрмені қабылдаған қалалар неліктен бірегей ғимараттар салуға тырысты? Жаңа технологиялар дәуірі қашан басталды? Енді пунктуация тыныс белгілер ережесін есімізге түсірейік. Тыныс белгілері айтайын деген ойды жазуда нақтылы, дәл, түсінікті етіп жеткізу үшін, сондай-ақ баяндамақшы пікірді айқын білдіру мақсатында инновациялық, мағыналық, грамматикалық ұстанымға сай қолданылатын шартты белгілер. Тыныс белгілерін дұрыс қоюда алдымен инновациялық ұстанымға сүйенеміз. Сөзіміз екінші біреуге түсінікті, құлаққа жағымды болу үшін сөздерді мәнеріне келтіре қолданып, тиісті әуенмен айтамыз. Жазғанымыз түсінікті болу үшін тиісті тыныс белгілерін дұрыс қою қажет. Интонация ауызекі тілдің құралы болса, пунктуация жазу тілінің құралы. Тіліміздегі тыныс белгілері сан жағынан онша көп емес. Бірақ мағыналары қолданылатын орындары жағынан алуан түрлі. Қолданылу орнына қарай тыныс белгілер екіге бөлінеді. Сөйлем соңында келетін тыныс белгілер нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, көп нүкте. Екінші, сөйлем ішінде келетін тыныс белгілер үтір, нүктелі үтір, қос нүкте, тырнақша, сызықша, үтірлі сызықша. Сөйлем соңында келетін тыныс белгілерді таралаушы қызмет атқарса, сөйлем ішінде келетін тыныс белгі ажыратушы, ерекшелеуші қызмет атқарады. Тыныс белгілерді есімізге түсірдік, енді хабарландыру жазайық. 2020 жылдың 28 маусымында сағат 6-да Төлебай Аманов атындағы нөмірі 16 орта мектептің акті залында көңілділер мен тапқырлар атты сайыс өтеді. Сайыста мектебіміздегі ең үздік сыныптар 1-6 Г класы,
екінші 6 Б класы, 3-ші 7-ші А класы өнер көрсетеді. Келемдеушілерге есік ашық. Тыныс белгілеріне балалар назар аударыңдар. Бұл жерде бірнеше тыныс белгі тұр. Тақырып тырнақшаға алынған. Сөйлем аяқталғаннан кейін нүкте қойылған. Бірыңғай мүшенің алдында қос нүкте қойылған. Мысалы, сайыста мектебіміздегі ең үздік сыныптар қос нүкте қойылып тұр. Ары қарай санамалап класстар кетіп тұр. Кері байланыстың тапсырмасы 191-ші бет, 3-ші тапсырма. Мектепте өнертапқыш 2020 байқау көрмесі өтетін туралы хабарландыру жазыңдар. Тыныс белгілерінің қойылу себептерін түсіндіріңдер. Жаңа тыныс белгіні есімізге балалар түсірдік. Сендер енді мектепте өнертапқыш 2020 байқау көрмесі өтетін туралы хабарландыру жазасыңдар. Хабарландыруды жаңа біз үлгі ретінде көрсетіп кеттік. Тыныс белгілерінің қойылу себептерін түсіндіресіңдер. Кері байланыстың тапсырмасын күнделік кезекке электронды почтаға, WhatsApp желісіне жіберуге болады балалар. Сабақ аяқталды. Сау саламатта болыңдар.